Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен көп мүшелер деген тақырыпты өтетін боламыз. Жалпылама теорияны оқып кетейік бұл жерде. Өздеріңіз оқып алсаңыздар да болады, стоп қойып. Жалпылама анықтамасы бір мүше дегеніміз құрамында сандар, дәрежелік көрсеткіштері, натурал, айнымалылар және олардың көбейтіндісінен тұратын, бірақ басқа ешбір амалдарды қамтымайтын алгебралық өрнек. Енді былай оқып тұрсаң дым түсініксіз сияқты негізі. Енді бірден негізі есептермен түсініп алған дұрыс болады. Енді қараңыз, бір мүше дегеніміз мынау. Мына жерде минус 7 а квадрат б куб дегеніміз, бұның бәрі негізі бір мүше деп аталады. Себебі бұлардың арасында не бар? Көбейту бар. Көбейтіліп тұрғандықтан бұлар бір мүше болып кетеді. Мынау екіншісі. Оны көкпен бояп қойық. Мынау 4-тен 3, x-тің 5 дәрежесі, y-з'тің 4 дәрежесі дегеніміз де бір мүше, бұның барлығы. Бұда да тура сол, арасы көбейту себебі. Және де сандық көбейткіштердің минус 7 және 4-тен 3 бір мүшенің коэффициенттері дейді. Мынау алдындағы сан әрқашан алдына жазылады. Минус 7 және 4-тен 3 дегендер олар коэффициент деп айтылады. Енді айнымалылардың дәрежелік көрсеткіштерінің қосындысы бір мүшенің дәрежесі деп аталады. Мен дәрежесі дегеніміз а-ның дәрежесі 2, б-нікі 3 деген сияқты ғой. Көп мүше деп бір мүшелердің қосындысын немесе айырмасын атайды. Көп жағдайда көп мүшенің оның көбейткіштері арқылы жазып алу қолайлы. Осындай өрнектерді көп мүшені көбейткіштерге жіктеу деп атайды. Көп мүшені көбейткіштерге жіктеуде келесі үш негізгі тәсілді қолданады. Үш негізгі тәсіл дегеніміз мынау екеуі бір тәсілге жатып кетеді негізі. Біріншісі ортақ көбейткіштерді жақсы сыртынан шығару және топтау әдісі дейді. Қысқаша көбейту формулаларын қолдану, квадрат үш мүшені сызық көбейткіштерге жіктеу және үш мүшені толық квадраттан бөліп алу дейді. Енді әрі қарай көрейік. 2, 3, 4 деп жаза беріңіз негізі. Енді әрі қарай кеттік. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару және топтау әдісі дейді. Енді жақша сыртына шығару деген бұл мына жерде формула түрінде көрсетілген x көбейтілген k, xl азайтылған x көбейту m деп. Енді барлығында қарап тұрсаңыздар x бар болғандықтан, демек біз x-ті жақшаның сыртына шығарып жібере аламыз. Сол кезде қалған бөліктері мына жерде k, l және де m жақшаның ішінде қалады. Және де бөлшектің амалдары дәл солай қосу күйінде, азайту күйінде. Енді мысалы қарасаңыздар, есептеп көрейік. Мына жерде 6 коэффициенттеріне қарасақ 12 және де 30 деп тұр. Бұл барлығына мысалы 6-ға бөлінетін сан болғандықтан, немесе ең кішісі 6 болғандықтан 6-ны шығарып тастаймыз деп түсінейік. Негізі ең кішісі емес, барлығы 6-ға бөлінеді, демек 6 шығарылады деген сөз. Демек, мысалы мына жерде 6 жоқ болып кетсе, x қалады деген сөз. Қосылған 12-ні 6-ға бөлсек 2, демек мына жерде 2y болып қалады. Қосылған 30-ды 6-ға бөлсек 5 қалады. Демек 5z күйінде қалады екен. Міне жақшасының сыртына біз 6-ны шығарып жібердік. Енді екіншісінде қарасақ, а-ның 5 дәрежесі 6а куб плюс 10а квадрат дейді. Демек, бұл жерде қарасаңыздар, коэффициент а-ның 5 дәрежесінің алдында коэффициент жоқ. Ол жерде не бар? 1 бар деген сөз, 1 жазылмайды. Демек, бұл жерде бізде а-ны шығарып жіберуіміз керек. Барлығында себебі не бар? А бар. А-ны ең кіші дәрежесімен шығарамыз. Демек, а квадрат шығуы керек бізде жақшаның сыртына. А квадрат шығарып жіберсек, 5-тен 2-ні азайтасыздар, демек а куб болып қалады деген сөз. Бұл жерде дәрежелердің қасиеті сияқты ғой. Көбейтілген кезде қосылады. Ал жақшаның сыртына шығарған кезде дәрежелер азайтылып кетеді мысалы. Демек, мына жерде де 6 қалады. А-ның кубынан а-ның 2 дәрежесін азайтып жібереміз. Демек, мына жерде а қалады. Ал мына жерде а квадрат шығып кететін болса 10 қалады деген сөз. Түсініксіз болса, видеоны паузаға қойып, кері айналдырып тағы да бір тыңдап алыңыздар. Негізі түсінікті болу керек. Енді мысалы қарасаңыздар, мына жерде екеуінде де мысалы мына жерде а да бар бізде, және де x та бар. Енді а-ның ең кіші дәрежесі а-ның өзі екен. А-ны шығарып жібереміз, және де x-тан ең кіші дәреже ол
x-тің 5 дәрежесі екен. x-тің 5 дәрежесін шығарып жібереміз. Демек, мына жерде a-ның біреусі шығып кетті, x-тің 5 дәрежесі толық шығып кетті деген сөз. Демек, a-ның біреуі шықса, 3-тен 1-ді азайтсаңыздар, a-ның квадраты қалу керек. Азайтылған a-ның шығып кетті, негізі толық жоқ десек те болады негізі. Ал мына жерде x-тің 5-еуі шығып кетті. Демек, x-тің 6 дәрежесі қалады деген сөз. Осылай қалдырамыз. Енді келесісін өздеріңіз шығарып көріңіздер, стопқа қойып, сосын менімен салыстырасыздар. Мысалы, мына жерде ең кіші дәреже a-да бізде a-ның квадраты ең кіші дәрежесі екен. Ал b-да бізде 3 дәрежесі. Ал мына жерде коэффициент жоқ, демек 7, 11 дегендерде ортақ сан жоқ шығып кететін. Демек біз a-дан квадратын шығарып жібереміз, b-дан кубын шығарып жібереміз деген сөз. Сол кезде бізде a-ның квадраты шығып кетті. Мына жерде 4-тен квадратты азайтсақ, a квадрат қалады. Тек қана b куб толық шығып кетті деген сөз. Мына жерде жоқ уже b. Қосылған сан шығып жатқан жоқ. 7 өз жазылады. a квадратты жазбаймыз, себебі a квадрат толық жақшаның сыртына шығып тұр бізде мына жерде. Мына жерде де a квадрат жоқ болып кетті. b-ның 5-еуінен 3-еуін алып тастаймыз, демек b квадрат қалады деген сөз. Азайтылған 11. Мына жерде a-ның квадраты 8-ден азайтсақ, a-ның 6 дәрежесі, и b-ның мына жерде 4 дәрежесі бар, 3 шығып отыр, демек b-ның өзі қалады деген сөз. Егер осындай результат болса, сіздерде демек өте дұрыс деген сөз. Жақша сыртына шығару ол 5-ші класстағы тақырып бастап өтіледі, бұл тақырып. Сіздерге оңай болады деген ойдамын. Келесі слайдқа көшейік. Енді топтау әдісі дегеніміз бұл жерде жақшаның сыртына шығара білуіміз керек. Мысалы, бірінші мысалға қарасақ, мына жеріне жақсылап қарайық. Бұл жерде мына екеуін жеке-жеке есептейміз ғой. Мына біріншісінде қарасаңыздар, ортақ көбейткіш a деген не бар? Демек, мына жерде b қалады біріншісінде. Ал мына жерде a шығып кетсе, оның орнында 1 қалады деген сөз. Қосылған b плюс 1-ді өзін жазамыз. Себебі оларда жақшаның сыртына шығаратын ортақ мүшесі жоқ. Енді мысалы, мынаның орнына жақша қойсақ болады. Демек, мынаның астын сызып көрсетейін, екеуі бірдей. Демек, топтау әдісі деген осы. Екеуін де жақшаның сыртына шығарып жібереміз. И келесі бізде мына жерде не қалды? a қалды. Ана b плюс 1 өзі отдельно шықты деген сөз, бөлек. Демек, a қалады, қосылған. Мынауымызда шығып кетті. Бұның алдында қандай сан қалу керек? 1 деген сан қалу керек мына жерде. И 1-ді жаза саласыздар. Мына жерде 1-ді жазбай-ақ қойық. Себебі 1 бар екені түсінікті болу керек. Енді келесі мына жерде a кубты шығарамыз. Сол кезде a кубты шығарып жерсек, a квадрат қалады екен. Қосылған 1 қалады. Дұрыс қой, a куб толық шығып кетсе, орында 1 қалады деген сөз. Қосылған a квадрат қосу 1 өзі жазылады. Оны шығара алмаймыз. Оны да жақшаға жаза саламыз. Міне жақшаның іші бірдей ортақ көбейткіш бар бізде жақшаның сыртына шығатын. Сол кезде ол көбейткіштерге жіктеледі. a квадрат қосу 1. Демек, келесі жақшаға жазылатын бізде міне a куб бар мына жақта. a куб қосу, ал мына жерде бұның алдында не қалды? Дұрыс айтасыздар, 1 қалды деген сөз. Енді әрі қарай мына жерге назар аударайық жақсылап. Бұл жерге дым істеудің қажет жоқ. Бұл жерде x-ті бірінші жазсаңыздар да болады, немесе a плюс 3. Қалай бар, солай жаза берейік. a плюс 3. И мына жер x деп жазайық. Көбейтуді жазуының қажет жоқ. Азайтылған дейміз. Мына жерде ортақ көбейткіш 2 деген сан, және де минусымен бірге шығады ол. 2-ні шығарып жерсек, минус жақшасы шыққандықтан алдына. Мына жердегі минус жақшаның ішіне кері санмен кіру керек. Жалпы минусты қолдандым деген сөз, демек уже таңба өзгерту керек әрқашан. Демек, мына жерде a қалады, 2 шығып кетті ғой. Ал 6-ның 2-сі шығып кетсе, ол жерде 3 қалады, и плюс 3 болады деген сөз. Қазір сіздер жақшаны ашатын болсаңыздар, мынаны мынаған көбейтіп, таңбадан шатаспайтын болсаңыздар, дәл осы результат қайтадан шығады өзі бізде. Енді бірдей мүшелер бар, a плюс 3, a плюс 3. Соны бір жақшаға жазып аласыздар.
ал қалғаны келесі жақшаға жазылады. Демек мына жерде x қалды, x-тан кейін міне минус тұр и 2. Міне a плюс 3 x минус 2 деп көбейткіштерге жіктелді. Көбейткіштерге жіктелу деген сөз, демек мына жердің арасы көбейту ғой бізде. Сол үшін көбейткіштерге жіктеу деп аталады ол тақырып. Енді мынаны да өздеріңіз көріңіздер. Мен шығара берем, бірақ салыстырасыздар сосын. X кубты шығара салайық. X кубты шығарсақ, x-тің 4 дәрежесінде x қалады, ал мынаның орнында 1 қалады. Мына жерде минус таңбасын шығарайын деп отырмыз. Мына минус таңбасын шығарсақ, бұл жерде де мына жеріміз таңба өзгеру керек. Минусты шығардым деген сөз, таңбаны өзгертесіздер. X минус 1. X минус 1, X минус 1 екеуі бірдей болды. Бұл бір жақшаға жазылады. Келесі жақшаға x куб және де мына x минус 1-дің алдындағы 1 жазылады бізде. Түсінікті деп ойлаймын. Әрі қарай кеттік. Енді мына жерде бізде қарайтын болсақ, x-ті жақшаның сыртына шығарсақ, x минус a қалады, y-ті. Енді мына жерде қарасаңыздар, мысалы мына жерде жақшаның сыртына шығарып, мынаны есептеуге болмайды бізде. Бізде себебі мынандай жақшаның ішінде бірдей болатын x минус 1, x минус 1 деген сияқты жағдай болмай қалады. Жазып көрсетейін сіздерге. Қызылмен көрсетейін оны. Қарасаңыздар, мына біріншісінен x-ті шығардық дейік, ол бізде x минус a болып қалады. Азайтылған. Ал үшінші, төртінші мүшелерден y-ті шығарсақ, минус y-ті шығарсақ, y және де қосу a болып қалады деген сөз. Мына жақшаның іштері бізде қарасаңыздар бірдей емес. Ал бізге бұндай болғаны керек емес те мүлде. Ал бізді бірдей қылу үшін есепті сәл басқаша шығарып көреміз. Бұл қате болғандықтан қызылмен көрсетіп жатырмын. Енді мысалы қарасаңыздар, мына екеуі бізде формулаға келеді. Мына екеуі есептеу керек. Сол себепті біз жазып алайық. Осындай тәртіппен x квадрат азайтылған y квадрат. Азайту ax и ay. Бәрінің алдындағы таңбалары жазылды. Бұл жерде айырмашылық тек қана орын ауыстырып жаздық. Енді мына бүгінгі өтілетін a квадрат минус b квадрат дейтін формулаға келеді. Демек мынауымыз бізде x минус y, x плюс y деп ашуымыз керек. Ал мына жерде минус a-ны шығарып жібереміз. Минус a-ны шығарып жіберсек, x и мына жердегі минус, қайтадан айтарым, минус шығып жатыр. Мына жердегі жақшаның ішіне кері таңбамен кіру керек. Яғни минус тұрса плюспен кіру керек деген сияқты. Енді қарасаңыз, бірінші мүшені қарайтын болсақ, бұл жерде x минус y и x плюс y бар да. Ал екінші мүшеде азайтылу a көбейтілген x плюс y бар. Демек бізде бірдей жақшаның сыртына шығатын міне бірдей жақша бар. Демек біз не істейміз? X плюс y-ті шығарып жібереміз. И келесі жақшаға мына жерде x плюс y шығып кетті деген сөз. Бұл жоқ уже. Демек келесі жақшаға x минус y қалады. Азайтылған. Демек мына жерде де x плюс y жоқ, азайтылған a қалады деген сөз. Міне жауабы осылай қалады ең соңында. Қатысы жоқ. Енді кеттік. Мына есепте де бізде былайынан жіктеуіміз керек екен, қарасаңыздар міне. Біріншісі мен үшіншісін, мына мен мынаны деген сияқты. Жазып алайын. 3a азайтылған 6ax. Міне себебі a болғандықтан және де 3 болғандықтан жазып жатырмын. Одан кейін қарасаңыздар минус 4 тұр и қосу 8x. Осылай жазылайық. Негізіне ерде 8x минус 4 деп жазсаңыздар болады, үлкені осы деген сияқты. Енді есепті шығарайық. Мына екеуінен біз нені шығарамыз? 3. Екі санды 3-ке бөлінеді коэффициенттер. 3-3-ке бөлеміз 1, 6-ны 3-ке бөлсек 2, демек 3 шығалады. Және де екеуінде де a бар, a-ны шығарып жібереміз. 3a-ны шығып кетсе, демек орында дым қалмады, мынаның 1 қалады деген сөз. Азайтылған. Мына жерде 3 шығып кетсе 2 қалды, a шығып кетті, демек 2x қалады деген сөз. Азайтылған.
мына жерде минус 4 шығарып жатырмыз. Міне 4-тің алдындағы минус таңбасы тұрса, минусты өз шығара бересіздер. Және де минус мына жердегі таңбаны өзгертіп тастайды. Демек 4 шығып кетсе, оның орнында 1 қалады, азайтылған. 8-ді 4-ке бөлесіздер 2. Байқап қарасаңыздар, жақшанышы бірдей болды. 1 минус 2x и 1 минус 2x деген сияқты. Осыны жазып аламыз. 1 минус 2x-ті келесісіне 3a қалды, минус 4. 3a минус 4 қалады деген сөз. Негізі осы тақырыпты жақсылап үйреніп алғандарыңыз дұрыс негізі өздеріңізге. Себебі есептер көп болған байланысты. Енді теңдік. Бұда қалай жіктеу керек? Мысалы қарап тұрсаңыздар, мына жерде қысқаша көбейту формуласын байқауға болады. Мына жер енді күрделірек. Енді сонда да көрейік. Так, мынау x квадрат, мынау, дұрыс. Енді қарасаңыздар, ол былайынан болады. X-тің, мен бұны қызылмен көрсетейін. Бұл мысал негізі ауыррақ болады бірінші үйреніп жатқан адам үшін. Бірақ сонда да көре берейік. X-тің алып дәрежесі азайтылған. Енді мынау келесісін біз минусты шығарып жерсек, бұлар бізде толық квадратқа келіп қалу керек. X-тің 4 дәрежесі қосылған 6x квадрат. Қосылған деп жазалмаймыз. Кешіріңіздер, минус деп жазамыз бұл жерде. Неге десеңіз, минусты алдына шығарып жердік қой жақшаның міне. Демек таңбаның бәрі өзгеріп кетеді деген сөз. Мына жер минус 9 болып тұр. Так. X квадрат шығарсақ. Жоқ, бұлайынан да кеме қалады екен бізде. Так. Мына жерде бұлай болу керек, онда қателеспесем. X-тің 4 дәрежесін шығарсақ, x квадрат. Болды. Мына. Бұлайынан жіктеуіміз керек екен, бұлайынан жіктеуіміз керек екен. Сол кезде келеді екен. X-тің 6 дәрежесін мен бұлай жазып аламын. X-тің кубының квадраты деп. Алдыңғы сабақтарда біз дәрежесінің қасиетін өткенбіз. Квадратпен 3 көбейтілсе, x-тің 6 дәрежесі бәрібір өзі шығады деген сөз бізде. Қосылған 9. Азайтылған. Так. Кешірім өтінем енді оқушылар. Мынау мысалда мына жеріміз минус болу керек негізі. Сол кезде шығады. Сол кезде келеді негізі. Мына мысалда қателік бар. Оны негізі тастап кете салайық. Енді келесісін көрейік. Келесісіміз бізде тураны 5-ші мысалға келеді. Ұқсастық бар бұл жерде. Бұл жер бұлайынан болады. А квадрат минус b квадрат, ол бізде формула. А минус b, а плюс b. Енді мына жерде бұлай қарасаңыздар, минусты шығарып жерсек, b минус a болып қалады. Минусты шығарып жерсек, b минус a болады. Себебі минус мынаны өзгертіп тастайды. Енді қарасаңыздар, a минус b болып тұр мына жеріміз. Ал мына жеріміз b минус a болып тұр. Демек, мына екеуінің орны ауысқаны керек. Демек, мына минусты алдына шығарамыз. Сол кезде екеуінің орны ауысып кетеді бізде. A минус b, a плюс b. Демек, плюсті алдына шығарып жеретін болсақ, мына жер a минус b болып кетеді да. Демек, бізде мен a минус b бар, a минус b бар деген сөз. A минус b-ны бір жақшаға жазамыз. Келесі жақшада мені a плюс b қалады. Плюс 1 қалады деген сөз. Мынау 7-ші мысал, енді бір күні отдельно көрсетейін. Қателігімен не істеп деген сияқты. Қазір уақытты да көп алып кетеді, бірақ мен точно сенімдімін. Мына жерде минус болса ғана шығу керек негізі.
уақыт өлтірмей ақ қояйық, келесі мысалға қарай кете берейік. Жалпы ой негізі түсінілетін сол жалпы ортақ шығып кететін бірдей жақша жасау керек, қалғанын келесі жақшаға жасау керек, жазу керек та. Кеттік келесі мысалға. Толық квадраттың формуласы дейді. Толық квадраттың формуласы міне, екі формуласы бар. Біріншісі, екіншісі. А плюс бұның квадраты, А минус бұның квадраты. Мынау ортасындағы екеуі сан қосып ортақ квадрат болғандықтан толық квадрат деп аталады. Мысалы, мына жерде А квадрат қосу 2АБ қосу Б дегеніміз, бұл қандай да бір санның квадраты негізі. Толық бір санның. Екінші мысалда да тура солай, А минус бұның квадраты дегенімізде, бұл қандай да бір санның квадраты. Мысалы, Аның орнында 10 тұрса, Б-ның орнында 3 тұрса, бұл 7-ның квадраты болады деген сөз. 7-ның квадраты мұна жерде жазып та тексерсеңіздер болады. Енді үшінші тұрғанды, бұл бізде 3 мүше тұратын болса, жақшаның ішінде соның квадраты деп аталады. Бұл енді есепте көп қолданылмайды, бұған келетін есеп өте аз. Бірақ бәрібір де формуласын дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Мына жерде дәл формула бойынша істеп көре салайықшы негізінде. 10 азайту 3-тің квадраты. А-ның орнында 10 тұр, Б-ның орнында 3 тұр деген сияқты ойлап көрейік. 10-ның квадраты азайтылған 2 көбейтілген 10 көбейтілген 3 қосылған 3-тің квадраты. Тең есептесек, 10-ның квадраты 100, мынау азайтылған 20, 20-ны 3-ке көбейтсек 60, 60-ға 9-ды қосамыз. 49 шығады ғой, дұрыс па? 7-ның де квадраты 49 деген сияқты. Енді осылай x қосылған y-тің квадраты дегеніміз міне бірінші формуланы қолданамыз. Ол бұлай болады деген сөз. X квадрат қосу 2 еселенген xy қосылған y квадрат болады. Келесі 4-тің квадраты деп жазамыз. X-ің квадраты деп жазған сияқты. 4-тің квадраты бірден жаза берейік. 16 қосылған 2 көбейтілген деген формулада міне бар. Қайтадан міне бірінші формуланы қолданып жатырық. 2 көбейтілген 4 көбейтілген z. Ол бұлайынан болып тұр осы өзім. 2 көбейтілген 4 көбейтілген z. Ол бізде 8z болады деген сөз. Бірден жазайық осылайынан 8z қосылған z-тің квадраты бола салады. Келесі x квадрат қосылған формуланың алдындағы екісі бар, 2 көбейтілген x көбейтілген 7 міне. 2 көбейтілген x көбейтілген 7. 14x қоя. Демек, мына жерге бірден 14x деп жазамыз. Қосылған 7-ның квадраты 49 дейсіздер. X минус 5y-тің квадраты дегеніміз тең. X квадрат болады, азайтылған. Ол бұлай 2 көбейтілген x көбейтілген 5y. Ол бізде 10xy болады деген сөз. 10xy. Көп жағдайда, мысалы, ішінде бір сан кездессе, соны 2-ге көбейтіп жазасыздар ғой. Қосылған 5y-тің квадраты дейді. 5y-тің квадраты. Ол бізде 5-тің квадраты 25y квадрат болады деген сөз. 25y квадрат. Енді келесін өздеріңіз істеп көріңіздер. Видеоны паузаға қойып деген сияқты. Мен қалай болатын жаза салайын. 64 болады, азайтылған 16s қосылған s квадрат болады. Ал мынаусы a квадрат азайтылған 24a қосылған 144 болады. Осылай біз формуланы дұрыс аша алдық. Енді құрметті оқушылар, біз қарасаңыздар формуланы солдан оңға қарай қолданып жатырмыз да, былайынан бейді. Тек ашып жазып жатырмыз. Оны керісінше мына түрден мына түрге де жинақтап білу керек та. Сол себепті формуланы оңнан солға қарай, солдан оңға қарай да жаттаңыздар. Келесі. Енді мысалы, мынау теңдеуді шешіңіз деп тұр. Мына жерде бұл квадрат теңдеу. Квадрат теңдеу дегеніміз десек, көп жағдайда бізде дискриминант еске түседі, дұрыс па? Енді қарасаңыздар, бұны дискриминантпен шешудің қажеті жоқ, себебі бізге формула беріп тұр. Алдыңғы мына бірінші тұрған формуланы пайдаланамыз. Есепте жазып қойсаңыздар болады. Оны мен бұлай пайдаланғым келіп тұр. X квадрат қосылған 2x. Енді плюс 99 дегенді мен ойлана келе бұлай біліп тұрмын.
1 азайтылған 100 деп алуым керек. 1-ден 100-ді азайтсам, ол минус 99 шығады жоғарыдағы. Енді мына жерде қарасаңыз, x квадрат қосу 2x қосу 1 деген бұл толық квадрат болады. Себебі бұны жинақтасақ, x қосылған 1-дің квадраты азайтылған, мынауымыз бізде 10-ның квадраты болады деген сөз. Енді мына формуланы да жазып қоя салайын. А квадрат минус b квадрат, бұл бізде a минус b, a плюс b болады деген сөз. Енді біздің есепте a дегеніміз, қараңыз, a дегеніміз x плюс 1-ге тең болып тұр. Мына, полный жақша. Ал b дегеніміз бізде 10-ға тең болып тұр деген сөз. Енді тура жоғарыдағыдай мына формуланың негізінде қолданамыз. Сол кезде бізде a минус b дегенді жазуымыз керек. X плюс 1 азайту 10 деп жазылады. Келесі x плюс 1 a плюс b-ны жазып отырық, қосу 10 деп жазылады. Тең 0. Демек, жақшаның ішін есептейік. X на плюс 1 минус 10 9 болады. X плюс 1 мынау 11 болады. Тең 0. Мынандай жағдайда жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. X минус 9 тең 0. X тең 9. X плюс 1 11 тең 0. X тең минус 11. Осылайынан жауабы шығады деген сөз. Келесі. Енді теңдеуді шешіңіз деп тұр. Болды бізде квадрат теңдеу, бірақ бізде екі айнымалысы бар деген сөз. Енді бұл жерде шеңбердің теңдеуі деген тақырыпты мен сәл-сәл қозғап кеткім келіп тұр. Себебі бұл жерде де қысқаша көбейту формуласы қолданылып жатқандықтан. Себебі біздер сегеншікасты қолданып кетеміз. Қысқаша көбейту формуласында сабақтар бір-бірімен не істейді ғой, байланысады ғой. Негізі біз 7-ші сыныпта өтеміз қысқаша көбейту формуласын. Енді мына жерде қарасаңыз, x минус x нолевойдың квадраты дегеніміз бағанағы a минус b-ның квадраты деген формулаға келеді. Мына екінші жазылып тұрған. Ал анау y минус y нолевойдың квадраты дегенде дәл солай. Жалпы қысқаша көбейту формуласына келіп тұрды. Енді мен сіздерге былайынан көрсетейін. Қарасаңыздар, a квадрат қосу 6a. Енді мына 13 дегеніміз бізде былайынан алыну керек. 13 дегеніміз бізде қандай сандардың квадратының қосындысы. Мысалы 4-ті алсақ и 9-ды алсақ, екеуінің қосындысы 13 қоя. Және де 4 дегеніміз 2-ның квадраты, 9 дегеніміз 3-дің квадраты. Демек, мынау a-ға бізге 9 керек, қосылған b квадрат қосу 4b қосу 4 керек деген сөз. Енді мына жеріміз бізде толық квадрат болып тұр. Себебі мына былайынан түсінек. Қараңыздар, a квадрат қосу 2 көбейтілген a көбейтілген 3 қосылған 3-дің квадраты. Дұрыс па? Енді мен формуланы бағанағын керісінше жазып қойын. a квадрат қосу 2ab қосу b квадрат. Оны біз жинақтасақ, бұл бізде a плюс b квадрат болатын еді. Дұрыс па? Енді мен мысалы a квадрат қосу 6a қосу 9-ды мен жазып шықтым мына жерде. Тура формулаға дәлме-дәл келетіндей. a квадрат бар, 2 бар, a бар, b-ның орнында 3 тұр деген сөз. Міне b квадрат 3-дің квадраты деген сөз. Демек, бұйыр a плюс 3-дің квадраты болады деген сөз. Міне асты сызылып тұрған жер a плюс 3-дің квадраты болады деген сөз. Қосу дейміз. Мына жерімізде толық квадрат болып тұр. Жазып қойын. b квадрат қосу 2 көбейту b көбейту 2 деп жазам. Қосылған 2-ның квадраты. Дұрыс қоя, b квадрат қосу 4b қосу 4 болады деген сөз. Демек, b қосылған 2-ның квадраты. b қосылған 2-ның квадраты болады деген сөз. Енді бұл шеңбердің теңдеуіне келеді. Мынандай жағдайда, осындай жағдайда біз жеке-жеке 0-ге теңестіре аламыз жақшаның ішін. a плюс 3 тең 0. Демек, бізде a тең минус 3 шығады деген сөз. b плюс 2 тең 0. b тең минус 2 шығады деген сөз. Міне. Жауабы минус 3. a минус 3-ке тең, b минус 2-ке тең деген сөз. Сіздер орнына қойып тексерсеңіздер, бәрібір
мына сандардан теңдік 0 шығатынына көз жеткізуге болады. Мысалы, мына жерде тең 0 деп тұр ғой. Мына сандардың орнына қойып есептейтін болсаңыздар деп жатырмын. Так. Енді бұл бізде формула, қысқаша көбейту формуласы. Бұны жаңа да жаздым. А квадрат екі мүшенің квадраттардың айырымы деп аталады. Енді біз білеміз, бірден жаза берейік. А квадрат азайтылған 9 деген ол 3-тің квадраты. Дұрыс па? Демек, формуланы ашып жазатын болсақ, А минус 3, А плюс 3 болады деген сөз. Мына жерде де тура солай, Б квадрат минус 16 қайсаның квадраты? 4-тің квадраты. Дұрыс па? Б минус 4, Б плюс 4 деген сөз. Енді 4 деген қайсаның квадраты? 2-нің квадраты. Демек, бұл 2х квадрат деп алынады. 4х квадратымыз. Азайтылған 25 деген 5-тің квадраты. Демек, бұны ашсақ біз 2х минус 5, 2х плюс 5 деп ашып жазамыз. Енді мынаны да өздеріңіз жасап көріңіздер. Видеоны паузаға қойып деген сияқты. Мына 16 қайсаның квадраты? Мен көрсете берем. 4х. Дұрыс па? 4х квадрат азайтылған 7-нің квадраты. Демек, бізде 4х азайту 7, 4х қосу 7. Енді мынаны өздеріңіз жасаңыздар, бұл өздеріңізге. Енді мына жерде де қарасаңыздар, былайынан ойлап кетеді кейбір оқушылар. Бұл есепті айтуымның себебі міне. 56 сан ғой дейді да. 56-ның квадраты дегеніміз 56-ны 56-ға көбейту деген сөз. Дұрыс па? 56-ны 56-ға көбейтіп отыру керек. Бұл жерде енді формуланы қолдана салу керек та, жай ғана. Есеп сол кезде оңайланады. Жалпылама формуланы білу бұл сіздердің күрделі есептерді оңай шығаруларыңызға себепші болады да. Жалпылама математиканы жеңілдету үшін ойлап табылған формула деген нәрсе. Енді мына А-ның орнында 56 тұр, Б-ның орнында 44 тұр деген сөз. Мына формуланы қолданып жіберсеңіздер, былай болады. 56 азайту 44. Келесі 56 қосу 44. Енді не шығатын біліп тұрсыздар ғой, мына жерде дұрыс па? Мына жерде 12 шықты, мына жерде 100 шықты. Көбейте саласыздар, 1200 шығады деген сөз. Жалпылама бұл қысқаша көбейту формуласының ең негізгі формулалары. Бастапқы екеуі и үшеуі. Көп жағдайда қолдана бересіздер бұны. Негізі бүгінгі сабақта жаттап, сразу мағынасын түсініп деген сияқты есепте қолданып кететіндей болу керек. Сол себепті мұқият болыңыздар. Келесі, мысалы, бағанағына алдыңғы формуладан бейхабар оқушылар, міне қызылмен галочка қойып қойдым ғой. Тағы біреу қоя салайын. Ойбай деуі мүмкін мына есепті көріпші. Ойбай, мынау қиын ғой деп. Жалпылама түсінсеңіздер, мынау былайынан деген сөз. Мені қараңыздар. Мен формуланы керісінше жазайын. А минус Б көбейтілген А плюс Б. Мен формуланы теріс жазып жатырмын. А квадрат минус В квадрат. Дұрыс па? Енді мына жерде мынау А деген сөз. Түбір асты X плюс 1. Ал Б дегеніміз ол 1 деген сөз. Демек, бізде былайынан болады. Түбір астында X қосу 1-дің квадраты азайтылған 1-дің квадраты тең 2009. Мынау ұбт 2009 жылғы форматты сол кезде құрастырылғанда, жалпы мағына бірдей, бұл жерде формуланың түсіндіру. Енді қараңыздар, мына жерде квадрат пен түбір қысқарады, дұрыс па? Сегеншкасында өттік. X қосылған 1 азайтылған 1-дің квадраты 1 тең 2009. Мына жерде 1 мен 1 азайтылады, қысқартылады, значит X тең 2009 өзі шығады деген сөз. Сіздерде 4 жауап кездеседі, сол кезде осылайынан бір ответін тауып алып белгілей саласыздар. Көрдіңіздер, бір ғана формуланы қолдану арқылы есеп қалай шығып кетті. Келесі. Кубтардың қосындысы дейді. А куб плюс В куб. Так.